Әр күніңіз сәттілікке толы болсын деп, бүгін мен сіздерге жемістер туралы айтатын боламын. Әрбір цитрусты жемістер денсаулыққа пайдалы. Бірақ грейпфруттың басқаларына қарағанда артықшылықтары бар. Витаминдер мен минералдарға бай бұл жеміс инсулинді төмендететін және салмақты бір қалыпты сақтап тұратын маңызды артықшылықтарға ие. Грейпфрут жемісін үнемі тұтынып отырсаңыз, бүйрек тастарының алдын алады. Холестерин деңгейін бір қалыпта ұстайды және диабетіңіздің жақсаруына әсер етеді. Күнделікті таңғы асқа жарты грейпфрут жейтін болсаңыз, денсаулығыңызға өте пайдалы. Алма витаминдердің, минералдардың және антиоксиданттардың қуатты көзі. Алмада көп мөлшерде С, К, Б витаминдері бар. Ол сондай-ақ өте маңызды антиоксидант кверцетинге бай. Кверцетин әсіресе алманың қабықша бөлігінде өте көп. Сондықтан қабығымен мұқият жуылған алманы жеген пайдалы. Алманың тағы бір маңыздылығы ішінде табиғи химиялық пектин мол. Пектин рактың алдын алушы. Бұл сондай-ақ ішекке жақсы бактерияларды беретін тамаша пребиотикалық тамақ болып табылады. Лимон С витаминінің ең қуатты көздерінің бірі. Судағы лимон қышқылы бүйрек тастарын алдын алуға және емдеуге пайдалы. Екінші жағынан бір стақан жылы суға қосылған лимон қандағы майлар мен қысымды реттеуге және жүрек жақсы қызмет етуіне де көмектеседі. Кейбір зерттеулерге қарағанда, лимонның құрамындағы компоненттер салмақтың артуына жол бермейді екен. Бір сөзбен айтқанда, пайдалы жемістердің тізіміне лимонды да қоссаңыз болады. Анар керемет антиоксиданттар болып табылады. Екінші жағынан дәнінің құрамындағы омега-5 майы керемет табиғи дәрі десек те болады. Анар дәрумендер мен минералдарға да өте бай. Қысқасы, пайдалы жеміс-жидектердің командасына анарды да қоспасақ болмас. Қарбыз А және С витаминіне өте бай. Ликопенге толы керемет қызыл жеміс. Қызыл бөліктің аяқталған жеріндегі ақ бөлігі тамырдағы қан айналымына өте пайдалы. Ал сіз қандай жеміс түрлерін ұнатасыз? Комментарийге өзіңіздің ұнататын жемістеріңіздің түрлерін жазып кетсеңіз болады.